Кайырлуу күн достар. Бүгүн биз сиздермен баклажандан жасалатын өтө дәмдүү әрі оңай, әрі майонезсиз салат жасайтын боламыз. Видеонун сонуна чейин карап, менин каналыма тиркелип, коңураушаны басууду унутпаңыздар. Бизге кажет заттар әрине ол баклажан, помидор, чеснок және кинза. Ең алдымен көкөнүстөрүбүздү жакшылап жууп аламыз. Ендігі кезекте баклажанымызды осындай үлкен кубик ретінде тураймыз. Кішірек болмау керек, себебі қазір біз баклажанымызды пешке салып пісірген кезде ол кішірейіп қалады. Енді туралған баклажанымызды ыдысымызға салып, оған тұз және сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Туралған баклажанымызды пешіміздің табасына салып, қызып тұрған 200 градуста 10-15 минутқа қоямыз. Баклажанымыз пеште піскенше қызанағымызды алып, үлкен қылып, кубик қылып тураймыз. Енді чесногымызды ұсақтап тураймыз. Егерде сіздерде ұсақтап турайтын құрал болса, тіптен керемет болып шығады. Кинзамызды да ұсақтап турап, ыдысымызға саламыз. Кішкене ғана соевый соус қосамыз. Дайын болып піскен баклажанымызды алып суытып, оны салатымызға қосып араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды, өте дәмді. Үйде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.